Армысыздар қыздар, бүгін қаз айналдыратын боламын. Ұнаса каналым подписка жасап қойыңыздар. Ең алдымен қабырғаның жанындағы осылай еттерді, майлы еттерді ұзынша жаңағы қазымызға сиятындай етіп жақсылап кесіп алатын боламыз. Міне осылай сүйектерін алып тастаймыз. Және де қара кесек еттерді де осы қазға салсаңыздар болады. Майлысын қаламасаңыздар қара кесек еттерді салсаңыздар да өте дәмді болады. Қыздар, бұл жолы мен майлы қазы жасаймын. Өйткені біз осыдан бір апта алдын жілік алған едік, тағы да ол бұлай майлы болып шықпады. Сол себепті ол қазым майы аздау. Бұл қазының майын көптеу қып салатын боламыз. Қонақтар келгенде екі қазыны араластырып асатын боламын. Оны да инстаграмымда көрсететін боламын сіздерге қалай майы шығатынын. Осылай міне майлы жерлерінің бәрін жақсылап қазыға сиятындай етіп турап аламын. Қыздар, осылай еттерімді ұзынша кесіп алғаннан кейін өзімнің жаңағы қазға қосатын дәмдеуіштерімді әзірлейтін боламын. Бізге ең керегі бәріңіз білетін боларсыздар. Чеснок, яғни сарымсақ, қара бұрыш және де тұз керек болады. Кей жерлерде зира да қосып жатады. Қыздар, жаңағы айтқандай міне қара бұрыш, тұз, сарымсақ үшеуін араластырып жатырмын. Бізде дәу екі қазы болады. Сол себепті де мен көптен салатын боламын. Сіздер өздеріңіздің қазыларыңызға көз мөлшерімен қоссаңыздар болады. Менде жаңағы айтқандай екі үлкен қазы болайын деп тұр. Сол себепті де мен тұзын да, бұрышын да, чесногын да көптен қостым. Осылай ұзынша кесіп алған еттеріңізге жақсылап жағып шығасыздар. Және де қазыға тыққан кезде тағы да жағатын боласыздар. Еттің барлық жеріне біздің жасап алған қоспамыз жақсылап сіңу керек. Ет өзіне жаңағы дәмді сіңіру керек. Сол кезде қазыңыз өте дәмді шығады. Шегімізді жақсылап жуып алып, қаз айналдыруды бастаймыз. Бір шетіне ет қойып, бір шетіне май қоямыз. Сол кезде қазымызда еті де майы да болады. Және жеген кезде барлық жері май болып тұрмайды. Сол себепті де осылай бір шетіне ет, бір шетіне май қосатын боламыз. Мына жерде уже менің апам ауысты менімен. Өйткені кішкентай қызым бар, сол жылап кетті шыдамай. Сол себепті де апам жалғастырды ары қарай. Қыздар, міне жақсылап қарасаңыздар, апам бір шетіне етті, бір шетіне майды қойып, жақсылап айналдырып жатыр. Солай істесеңіздер өте дәмді шығады. Қыздар, осымен қаз айналдыруымыз бітті.
келеді. Осылай жақсылап байлап аламыз, және де міне қазының осы майлы жерлерін кесіп тастайтын боламыз. Өйткені қазанға салғанымызда және кептіргенімізде қазымыз жыртылып кетуі мүмкін. Қыздар, ұнаса лайк басып подписка жасап қойыңыздар.